айтар ойым сының билікке қатысты. Оппозиция кандидаты Әміржан Қосанов ДВК кезінде сені соттаған кезде мен... Бүгін Алматыда ұлт тағдыры қозғалысы құрылтайын өткізіп, кезектен тыс президент сайлауына үміткер ретінде Әміржан Қосанов ұсынды. Қол жинау оңай емес, ол уақыты қыз екенін айттық, бірақ енді шешінген судан тайынбас дейді. Осы сенің шыққаныңа қуанам, мен бір зейнетақымды, бір айлығымды саған берем деп сондай сөздер бар. Сосын студенттер бар. Аға, 10 шақты жігіт жиналып отырмыз. 2-3 мыңнан жинасақ 21 мың теңге болады екен, қайда алып барамыз дейді. Мен осы сөздер үшін сайлау. Әміржан өз жеке тұлға есебінде ұсынып отыр. Ұлт тағдырының мүшесі емес. Сондықтан біз оған мынандай нәрсе айт деп айта алмаймыз. Біз белгілі түрде осыны ұсынған адам есебінде, ұйым есебінде біз міндетті түрде ұлттық бағыттағы аманат ұсынамыз. Саясаттанушылардың пікірінше, ұлт тағдыры қозғалысы ұсынып отырған кандидат саясат мектебінен өткен халыққа белгілі азамат. Демократиялық ортада, ұлттық ортада көп жылдардан бері жүрген, ысылған, үлкен өмір және саясат мектебінен өткен тұлғаның бірі. Үлкен ұйымдарды басқарды, үлкен қозғалыстарды басқарды. Сондықтан енді өмірлік тәжірибесі, сайлау науқанына қатысу, политтехнологиялық тәжірибесі бар азамат. Әміржан Қосанов 1964 жыл туған, негізгі мамандығы журналист саясаттанушы. 6 жыл мемлекеттік қызметте болған, вице-министр қызметін атқарған. Үміткер президент сайлауына дайын екенін және ертең елорда. Кандидат ең басты қарсылас, өзіңіз кім деп ойлайсыз? Мен соны Ақжолдың шыққан келіншекпен немесе келмеске кетуге тиіс коммунистпен айтысады деп ойлайсыз ба? Мен оларға айтысуға мүдделі емеспін. Менің бүкіл сондықтан биліктің өкілі Нұр Отанның кандидаты Қасым-Жомарт Тоқаев болатын болса, менің сайлау науқанымдағы басты қарсылас Қасым-Жомарт Тоқаев болады. Егер де Тоқаев түсінбесе, менің басты қарсыласым Қосанов емес деп ойласа, ол оның ойы. Менің ойым, менің қарсыласым. ДВК кезінде сені соттаған кезде мен барып пикетте тұрғанмын. ДВК-лық Жақиянов, Әблязовтарды жіберіңдер, олар демократиялық принциппен келді. Осы күнге дейін Мұхтар, мен саған бір ауыз жаман сөз айтқан жоқпын. Бірақ халыққа отырып алып, сайлауды бүйтіңдер, сөйтіңдер дегенді қойып. Митингке шақырасың ба? Әр митингке сотталған, штрафталған адам ақшасын төле. Оқудан шыққан студенттің жағдайын жаса. Отырып ал, баяғыда біз митингке шақырған кезде өзіміз бірінші қатарда тұратынбыз, Мұхтар. Сол үшін отыратынбыз, білеміз бізді отырғызатын 15 суткаға. Ана жақта отырып алып, мен періштемін, налардың бәрі сатқын дегенді қою керек, Мұхтар. Өсер елдің баласы Парижде жүрсе де, Алматыда жүрсе, бірден батыр деу керек. Мен соны айтқым келеді.